Сәулесіндер ме балалар? Балалар, сабаққа көңіл келеміз қалай бүгін сабаққа? Өте жақсы. Жарайсыңдар. Жақсы, ондай болса балалар, топқа бөлініп алайық бірінші, иә? Мен қазір бірден екіге дейін санайын, бір дегендер бірінші партада қалады, екі дегендер екінші партаға отырамыз. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі, медет екінші боласың. Кезет орындарымыз отыра алайық. Жақсы балалар, онда сабағымызды бастайық. Алдымен үй тапсырмасынан бастаймыз. Үй тапсырмасынан бұрын мына жерде бағалау парағы бар. Екі топқа екі бағалау парағы берілді жаңа. Дайындап қойдым алыптарына. Енді осыдан бүгінгі сабақ барысында белсенділік танытқан оқушыларға топ басшылары баға қойып отырасыңдар. Бірінші топтың бағасын Айдана қойып отырады, екінші топта Сәния қойып отырады. Балалар бағалау парағы түсінікті болса, онда үй жұмысын бастайық. Біз үйге қандай тапсырма беріледі? Шойын болады. Ендеше қазір бірнеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ, болат қандай әдіспен өндіріледі? Кім айтады? Тағы Ердар айтып көрсін. Болат компьютерлік әдіспен алынады дейді, дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі тапсырма. Берген тұжырымдардың қайсысы дұрыс? Оқпадық па алдымен? Жәнібек айтсын. Бұл жерде 1 мен 2. 1 мен 2 дейді, дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Сонымен қалай не қосылады екен? Домна пешінде енді бош жыныстарды жасау үшін плюс қосылады. Домна шойын домна пешінде алынады. Жақсы. Келесі тапсырма бізде. Сәйкестендіру. Кім айтады? Дұрыс па? Тақындама? Қайтып. Ал, Айдан айтады. Шойын темір, көміртек, хром, никель, вольфрам, ибриден соған келеді. Магниден, иә? Апай дұрыс айтқан жоқ. Ал, Сәния? Шойын темір, көміртек 2 және 4,5% дейін марганец, кремний, фосфор, күкірт соған сәйкес келеді. Ал болат болса темір, көміртек 2% кем, күкірт пен кремнийдің азғандай қоспасы, лигердеме болам, темір, көміртек, хром, никель, вольфрам, мольбиден алынады. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі тапсырма бізде темірдің мөлшері. Қайсында темірдің пайыздық мөлшері көп, соңына есептейміз. Бірінші дәптерден есептейміз түгіл. Тез уақыт алмай есептеп шығамыз. Болсандар айтыңдар, кім бұрын олар тақтаға жазамыз. Болды па? Болды абай. Жаза ғой тақтаға. Бұл жерде феррум 3,14 болады. Тақтаға жаза ғой. Сәния жазғанша мен сендерге металл үлгілерін тараптайын. Бір-бірден алып көрсеңдер болады. Ал металл үлгілері, иә? Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымызға байланысты қандай металл деп ойлайсыңдар? Қолдарыңыздағы металл үлгілері? Қарап көреміз. Қатын екен? Қандай металды ойлайсыңдар бұлар? Қорғасын. Алюмин. Қорғас әсі болады. Күміс те olur. Күміс болар ғой? Күміс сияқты. Қандай металл екен балалар? Қалай ойлайсыңдар? Алюминий сияқты. Алюминий ме? Не деп ойлайсыңдар? Қорғасын. Ердар? Жақсы. Олай болса мен қазір металдың физикалық қасиеттерін шығарайын, сендер соған қарап. Күмістей ақ түсті, қатты иілімді, қолға болып жайылады, сым түрінде созылады, электр және жылуды жақсы жоғары өткізеді, электр өткізгіш құралдар жасауда кеңінен қолданылады. Қандай металл деп ойлайсыңдар? Алюминий, иә? Жақсы, дұрыс балалар. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымыз алюминий және оның маңызды қосылыстары. Сабағымыздың мақсаты алюминий және алюминий оксид мен гидроксидтерінің екідайлылық қасиеттерін білу. Енді балалар сендерге бұл сыналым алдыларына дайындап қойып қойдым, иә? Мына жерде бірінші бағанаға
Осы алюминий бойынша бұрыннан өздерің не білесіңдер, сол туралы жазасыңдар. Екіншісінде бүгінгі тақырыпта алған жаңа ақпараттарын жазасыңдар, сосын мына жерге алдын ала өздерің болжам жасайсыңдар. Біз алюминий туралы қайда қолданылатыны, қасиеті туралы өздерің білесіңдер. Соңынан қолдануын бойынша тың ақпаратқа жазсаңдар болады. Түсінікті ма? Түсінікті. Қазірден бастап ашып жаза берсеңдер болады. Кәлкесіз ашып жаза беріңдер. Сонымен балалар алюминий сұрай берейін, жазып балалар. Енді периодтық жүйеге қараңдаршы. Алюминий туралы периодтық жүйе бойынша сипаттама беріп көрейік. Тез ашамыз кітаптардың бірінші бетінде. Тез етеміз. Сонымен бірінші топ айтсын. Алюминий қай топ элемент екен? Үшінші топтың үшінші периодында орналасқан үшінші қатарда орналасқан. Тағы Алюминийдің нөмірі 13. протон саны 27. протон саны 14. алюминийдің салыстырмалы атомдық массасы 27. Мына жерде айтқандарымен салыстырып көріңдерші слайдқа. Сонымен балалар, жаңа өздерің айтқан мәліметтер кішкене жаңылып қалдыңдар, мына мәліметтерді мен салыстырып көреміз. Біріншісі, химиялық таңбасы қандай екен? Алюминий. Реактив нөмірі 13. Салыстырмалы атомдық массасы 27. Периодтық нөмірі 3. топ нөмірі 3. ядро заряды 13. электрон саны 13. валенттілігі 3. жиі кездесетін құймалары. Қандай құймалар бар екен? Бірінші құйма Алюминий. алюминий, марганец және магний қосылған құймасы. Қайда қолданылады екен? Кеме және ғарыш кемесін жасауда. Кеме және ғарыш кемесін жасауда. Екіншісі дюралюминий, алюминий, магний және кремний, мыс қосылған құймалары. Ұшақ жасауда қолданылады. Келесі құймасы алюминий, мыс, марганец және қола. Бұл Машина жасауда қолданылады. Неге ойлайсыңдар? Алюминий қосылыстағы құймалары осы автокөліктер жасауда қолданылады деп? Енді алюминийдің табиғатта таралуы. Алюминий табиғатта өте кең таралған элемент, жер қысында таралу бойынша 8% құрайды. Металдардың ішінде алюминий бірінші орында, ал қосылыстар жалпы бүкіл элементтер арасында үшінші орында орналасқан элемент болып табылады. Алюминийдің негізгі қосылыстары алюминий оксиді немесе глинозем деп аталады. Келесі алюминий гидроксиді, бокситтер және каолин, криолит деген қосылыстары кеңінен қолданылады. Мынау не табиғаттағы кездесетін қосылыстардың бірнеше үлгілері. Біріншісі боксит, алюминий оксиді, сапфир және рубин түрінде кездесуі, яғни бұл асыл тастар, зергерлік бұйымдар ретінде қолданылады. Содан кейін криолит. Енді алюминийдің алынуы. Алюминийді қалай анықтаймыз балалар? Мынау не? Алюминий оксиді. Алюминий оксидін электролиздеу арқылы алуға болады. Сол кезде не түзілген? Алюминий және оттегі элементтері түзіледі. Химиялық қасиеттері. Бірінші жай заттармен әрекеттесу, екінші алюминий күрделі заттармен әрекеттесу. Алюминий бірінші оттегімен әрекеттесіп, алюминий оксидін түзеді, екіншісінен алюминий хлормен әрекеттесіп, алюминий хлормен түзеді, азотпен әрекеттесіп, азот нитритін түзеді. Ал күрделі заттармен әрекеттесу, алюминий сумен әрекеттеседі, тұз қышқылымен, натрий гидроксидімен және темір оксидтермен әрекеттеседі. Алюминий
Алюминий оксиді қиын балқитын ақ түсті зат, табиғатта көрініп түрінде кездеседі. Алюминий оксидінің екідайлы қасиеті бар. Қышқылмен әрекеттесіп, негізгі қасиет көрсетеді. Негізбен әрекеттескен кезде қышқылдық қасиет көрсетеді. Келесі қосылысы алюминий гидроксиді, бізде көп қолданылатын қосылысы. Іркілген ақ түсті қоймалжың зат. Бұл да жаңа тура алюминий оксиді сияқты қасиетті көрсетеді. Алюминий гидроксиді қышқылмен әрекеттесіп, негізгі қасиет, негізбен әрекеттесіп, қышқылдық қасиет көрсетеді. Яғни алюминийдің қосылыстары өзі емес, екідайлы қасиет көрсетеді. Алюминий құймалары өте жеңіл болғандықтан біз алюминий құймаларын ғарыш кемесін жасауда, ұшақ жасауда, машина тетіктерін жасауда қолданамыз. Осыған байланысты алюминийді кейде қанатты металл деген атпен де атаймыз. Олай болса, қазір тапсырма орындап көрейік, есеп шығарып көрейік, тақырыпқа байланысты, құяқ қасиеттерінің теңдеулеріне байланысты. Қазір мен бірінші есеп бірінші топтың балаларына, екінші есеп екінші топтың балаларына мына жерде екі есептің шығарылу жолдарын мен шығарып, араластырып қиып тастадым. Енді осы қиындыларды сендер өздерің тауып тарасып, элементті есептердің шешімін келіп қаңғап алсаңдар болады. Тездетеміз балалар, көмектесіңдер. Ретмен орналастырамыз, Жылдан құрастырып шығамыз есептерді. Қандай есептемер? Біріншісі ма? Давай. Есептеміз болады болса ма? Бірақ соны үйретсіңдер ма? Одан теңдеу, теңдеу шешу жолды. Тістірек қылғанда өден теңдеу. Апай бізге Сен тапсыра берейін. Көр жақсы. Мынау үшінші тұрады. Мен теңдеу болады. Болдық па? Сендер дайын есептеген бітіре алмайсыңдар ма? Қойдан бастау. Есепті тез таптарға іліп жіберейік. Болыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Жақсыңдар ма? Көріне ме балалар? Көрінеді. Көрініп тұр ғой, есеп? Онда мен қазір есептің жауабын шығарамын. Екі топ оқушылары бір-бірін тексересіңдер. Бірінші топ, екінші топтың есебін тексеріңдер, жауаптарына сәйкесіңдер. Дұрыс па? Бірінші топтың есебін дұрыс қарастырған ба? дұрыс қарастырған. Сәния дұрыс па? Дұрыс қарастырған. Жақсы, отыра қойыңдар. Олай болса балалар, бағана мен сабақтың басында борт журналын берген болатын. Отырып па? Жазып тұрғандар ма? Жаңа тақырыптан мәліметтер? Олай болса, бүгінгі сабағымызды осы борт журналы арқылы қорытындылайық. Екі топ кезектесіп шығып, қорғап жүресіңдер. Біз бұл тақырып бойынша бұрыннан білген мәліметтеріміз алюминий иілгіш және жұмсақ металл екенін білдіреміз. Жаңадан білген, осы сабақтан білген ақпараттарымыз алюминий металдардың арасында бірінші орын алады таралуы бойынша және алюминий қосылыстары екідайлы қасиеттерді көрсетеді. Мына формулада алюминий гидроксиді қышқылмен әрекеттесіп негізді қасиет көрсетеді. Алюминий гидроксиді негізбен әрекеттесіп қышқылдардың қасиетін көрсетеді. Жақсы. Болжамдары таралуы бойынша бірінші орынға түсуі мүмкін. Тың ақпараттар. Алюминий машинаның құрал-саймандарына пайдаланылады және табиғатта қосылыс түрінде кездеседі. Жақсы, отыра қойыңдар. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Екінші топтың оқушылары
оқушыларына кезек берейік. Екінші топтың балалары. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Кесіп қойыңыздар. Біз бұл тақырып бойынша бұрыннан білген мәліметтеріміз алюминий күмістей аппақ, сонымен қатар 3-ші қатарда 3-ші периодта реттік номері 13, салыстырмалы атомдық массасы 27, протон, нейтрон саны 14, өте активті металл. Бүгінгі сабақтан жаңадан білген мәліметтеріміз металдардың арасында 1-ші орынға ие, элементтер арасында 3-ші орынға ие. Бір ғана изотопы бар. Алюминий оксидін электролиздеу арқылы аламыз. Кеңінен таралған қосылыстары алюминий оксиді, алюминий гидроксиді. Болжамдары бонж жасауда қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар ғарыш кемесінде ұшақтарда қолданылады. Жер қыртысының 8% құрауы мүмкін. Тың ақпараттар көлік жасауда қолданылады, қанатты металл, қышқылдық та негіздік те қасиет көрсетеді. Жақсы балалар. Дұрыс, иә? Балалар алдыларына стикер таратып қойдым. Бүгінгі сабақта түсінбегендерімді осы стикерге кері байланыс ретінде жазып, ана жерде смайликтерге іле қойыңдар кездесіп. Маған жаңа топ басшылары кімге қандай баға қойып отырсыңдар, соларыңды бере қойыңдар кездесіп, бағаларымызбен танысып қояйық. Кім қандай бағалар екен? Айдана баға тарап қойды. Болды ба? Болды бере қойыңдар. Айтам е бағаларымды. Жақсы. Бүгінгі сабақта Елдарға 8 балл қойыпты, Сәнияға 8 балл, мына жақта Елдарға 7 балл қойыпты, Меретке 5 балл дейді, Нұрсәулеге баға жоқ, Нұрай 9 балл дейді. Балалар бағалау бойынша бәрі түсінікті болса, бұнда үй жұмысын жазып алайық дәптерге, иә? Үйден осы алюминий және алюминий қосылыстарын оқып келу. Жаттығудың соңында тақырыптың 3-ші, 4-ші есепті дәптерге шығарып келеміз. 3-ші есеп. Жазбаңдар ма? Иә, жазып. Жақсы, онда балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар.